Айқын Төлепбергеннің жары Жұлдыз Өмірғали менің өмірім бағдарламасында журналист Айгүл Ысқаққа барынша ақтарылды. Осы уақытқа дейін өмірімді айтпай жүрген кез болған жоқ. Әрқашанда аузым ашық. Бәрін даңғырлап айта салам. Қандай ақпарат керек бәрін айтам. Мені қазақ халқы кешеу тобы арқылы тани бастады. Жалпы мен өзім жайлы айта кетсем, мен Жұлдыз Өмірғали 1995 жылы 10 наурызда дүниеге келгем. Қарапайым отбасынан. Темір жолшылар отбасынанмын. Қазыбек би бекетінен. Туып өскен жерім сол. 11 сыныпқа дейін сол жерде оқыдым. Әкем 2009 жылы марқұм болып, анам 2010 жылы тұрмыс құрып, сөйтіп бөлек кеткен. Біз ініміз екеуміз, жалғыз інім бар туған. Екеуміз апа мен атаның қолында өстік. Содан соң 11 класты бітіріп мектепті жоғары оқу орнына түстім нархозға. Содан соң бірден қала көрмеген адамын. Самолетпен ұшып көрмеген адамын. Басқа бір қалаға, басқа бір елге тіпті барып көрмеген адамын. Себебі апам қатал кісі болатын. Міндетті түрде сол кісінің айтқанымен жүретін болатынмын. 2012 жылы мен 1 курсқа түсем нархозға. Содан басталады менің жұлдызды өмірім емес, жалпы жұмысқа кірісуім. 2012-де 1 курстың 1 семестрінің аяқталуында, декабрь осы желтоқсан айларында жаңа жылдық мерекелерде аниматор болып жұмыс жасаймын. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, ата-аналар осы балаларына мерекелерде аниматорлар шақырады. Сондай кезде мен Маша болдым, Лесная фия болдым. Түрлі жануар сондай кейіпкерлерді сомдап, сөйтіп алғашқы жалақымды алған болатынмын. Алғашқы жалақымды алып есімде, түнделетіп барып, продукты алып, ауылға барып, ата-апамның алдына барып жайғанымды. Ол кезде 17 жастамын. Жұмысқа алғысы келген жоқ болатын мені. Сол кезде атамның алдына икра сондай. Жақсы жалақы алдымда 127 мың теңге алдым. Алғашқы жалақым сондай болатын. Бірден алып келіп атамның алдына жайған уақытта атамның айтқан сөзі. Марқұм әкең көрмей қалды осындай жетістігіңді деп. Жылап жердім да сол кезде. Әрине сол уақыттан бері ішімде сол не тұрда подводить етпейін. Сол кезден бастап екінші жұмысқа тұрам, аниматор. Хостес, кассир болып істедім. Ойын ойнайтын жерде. Талай жұмыс орындарында істедім. Бірақ ол менің туған туыстарыма ұнамады бастапқыда. Мен бөлек бір орыс апаның үйінде тұрған кезім болатын. Подружкаммен бірге бір бөлмені жалдап, ол кезде 2 курста оқимын. Социальный работник болып істеймін. Ол жерде алатын зарплатам 30 мың теңге. Сол 30 мың теңге тек қана бөлмемді төлеуге болатын. Жететін сол ақша. Қалғанын атам айына, айына емес аптасына 5 мың теңге беріп қоятын. Жолыңа, тамағына деп. Мен оны құртпай суббота күні қайтадан апарып беретінмін. Мына зат алдым деп. Үйге продукты алдым деп. Есіме түсіріп жатырмын да. Сол кездерде қиналғанымда. Бірақ, конечно, ол уақыттан бері қатаятын уақыт келді ғой. Білмей неге екенін атамның жылағаны есіме салынып кетті. Бәрі бірге қарбаласып жас болып шықты. Інім қалаға мектепті бітіріп келген кезде мен інімді ешқандай туысқандарының үйінде тұрғызбай, бірге жанымда тұрады деп, сөйтіп времянка жалдаған уақытым болатын. Водоконцерны деген остановка бар. Сол жерде бір бөлмені жерде жатып екеуміз матрасты төсеп, жерде басымызды жуып, тазикка сөйтіп жүретінбіз. Ол уақытта апрельде мен дүкенде жұмыс жасадым. Менеджер по продажам болып, сатушы болып сөйтіп істеп жүрдім. Жалақым жететін жалпы. Ол кезде одан да көп ақша тауып бастадым. Сонымен бір кездері Instagram парақшада кастингті жарнамалады. Баян және Бағым Мақсатқызы жаңа топқа қыздар керек деп. Сол кезде Лашын тобы ашылған уақыт болатын. Менің есімде кастингқа барам деп шештім. Сонымен сол кастингқа барып мені. Ең соңғы қыздар көп болды да есік алдында күтіп тұрған. Мен барлығын өткізем, сіз кіре салыңызшы. Мен потом кірем, содан кейін кіре салам, сізден кейін кірем деп. Сөйтіп соңғы боп кірем ғой мен. Соңғы боп кірем. Ең бірінші жетіп алған мен. Соңғы боп кірген мен. Қорқыныш әрине болды. Ол кезде алғашқы боп Бағым Мақсатқызымен кездедім.
Бағым Мақсатқызы жалпы даусымды қарап, түріме қарап, үстіп қарап айтты. Ертең арғы күні сен кел, Баян Мақсатқызымен кездесін деді. Ол күн 1 тамыз. 1 тамыз менің рабочий жұмыс күніме түсті. Ол кезде жеңілдіктер болды. Мен әрең директорымнан тізерлеп жіберіңізші мені. Қазір барам да қайтам 1 сағат деп. Сөйтіп түскі 3-ке шақырған. Түскі 3-те емес, Баян Мақсатқызы 5:30-да ама 6-ға таяу келеді. Мен ол кезде ана жақтан күтіп, звондайды маған қашан келесің деп. Сөйтіп күн біткен уақытта мен жұмысқа келем. Баян Мақсатқызымен кездестім. Ол уақытта қосымша кімдер келді? Айдана Меденова, Кәмшат Жолдыбаева келді. Бірге қатарласып үшеумізді қойып қойды. Содан кейін айтты, сен Лашынға келмейсің, сен Кешуға келесің. Сені резерв қаламыз, дайындаймыз. Әндерді жатта, билерді жатта. Осылай жұмыс жасаймыз әзірге деп неғылды. 1 ай жоқ, содан кейін ол кастингтен өттім деп мәз болып жүрсем. Бірақ 1 ай жоқ. Сөйтіп өзімше қойдым да, үйге ауылға кетем деп тұрған уақытта хабарласа таңертең, кел тез дейді. Сонымен шауып барам анаяға. Шауып барған соң сенде 3 күн ба, 5 күн ба уақыт бар, Москваға ұшасың дейді. Мен анаяқта аузым, жағым жерге түсіп қайтадан көтеріп оны. 2 күн Айдана Меденова 2 биді, 2 әнді үйретті. Кәмшат 2 күн үйретті. Содан кейін мені біздің директор Назым Басқынбаева менің үйіме апарып тастап келе жатқан кезде, осы жерде тұрам деп айтқан кезде, ол айтты, бұл жерде тұру ұят, Кешудің солист қызына мұндай жерде тұру ұят. Сондықтан біз саған пәтер жалдаймыз деп, мені келесі осы Москваға барып келгеннен соң мені жалдамалы пәтерге ауыстырды. Ініммен бірге сол жақта тұрдым. Тек қана коммуналкасын төлеп, қалған арендасын өздері төлеп отырды. Сөйтіп Кешудағы өмірім басталып кетті. Қарқынды түрде жұмыс жасадық. Талай елді араладық, клиптер түсірдік. Ал бұрынғы жұмысымнан заявление жазып, өтінішімді жазып шығып кеттім. Себебі 2 жерде жұмыс жасауға болмайды. Жарты жыл көлемінде Кәмшат пен Айданамен бірге жұмыс жасадым. Содан соң қаңтардың айдың басында бізге 1-2 апта демалыс беріледі. Сол демалыс күндері есімде 5 қаңтарда маған айтады. Жаңа қыздар келе жатыр. Сен ол қыздарға биді үйрет деп. Сонымен мен ауылдан қалаға келіп 2 аптадай дайындап, ол кезде Бота мен Балжан келді. Сол қыздармен репетиция жасап, биді үйретіп, әнді үйретіп, өзім де үйреніп қайталап сөйтіп жүрдім. Содан қайтадан контрактымызды 5 жылға деп меніңкін жазды, ал қыздардікі 7 жылға болған. Білмейм не себепті 5 жыл екенін, жастарымыз келеді, бірақ қарап тұрсаң. Бота 1 жас кішкентай болатын. Бірақ мен өзімше ішімнен ойлайтынмын, меніңкі 5 жыл болса, қыздардікі 7 жыл болса, мен 5 жыл жұмыс істеп, қайтадан 2 жылға ұзартам ғой деп. Қыздармен да канса, да канса барам деп жүрген кезімде бұлай боп қалды. Барлығымыз ойда болмағандай ғашық боп қалдық. Бізге ғашық боп қалды адамдар десең да. Сөйтіп әртүрлі жағдайлар болып, топтан 2,5-3 жылға жуық уақыт жұмыс жасап шығуға тура келді. Сонымен әрі қарай 3 жыл декретте отырдым ғой.